Қарағанды облысы білім басқармасының нөмір 1 арнайы мектеп-интернаты тәрбиешісі Сабиева Гүлім Манатқызы. Тапқыр қоян. Андардың патшасы арыстан бәйге жариялапты. Бір қазан суды қайнаттырып қойып, осы суды кім ішіп қойса, көп сыйлық беремін деген шарт қойыпты. Андар бірінен соң бірі келіп, қанша өжеттенсе де қайнап тұрған суды ішуге батылдар бармапты. Ең соңында қоян келіп, қып-қызыл шоқта тұрған қазанды көтеріп алады да, «Ыстықтай, ішуді өте жақсы көремін!» деп жан-жағына қарайды. «Ендеше іше ғой!» дейді андар антарылып. Қоян ұзыннан ұзақ қатар тізіліп тұрған андарды жағалай жүріп, «Мінеки достарым, мынау ыстық су, көздеріңмен көріңдер!» деп бас-басына көрсетіп шығады. Сөйтіп, қоян андарды басына аяғына дейін аралап шыққанша қазандағы су суып қалады. Сол кезде қоян суды басына бірақ көтеріп, сіміріп алады. Шошынған андар ауыздарын ашып, көздерін жұмсады. Ал алданған арыстан патша қоянға көп сыйлықтар бергізіп, «Міне, нағыз ер!» деп мақтапты. Сонымен ертегіміз аяқталды, балалар. Қош сау болыңдар.